Мұхтар Шаханов. Ғайша. Ғайша жеңгей сүйген жарын аттандырды майданға. Сенген жүрек серттенің айтайған ба? Соғыс бітті, ал күйеуі келмеді. 3 жыл күтті, 5 жыл күтті, өлді деген суық сөзге сенбеді. Тұман қорап тілекті, тағы 4-5 жыл өтті. Тәтті арманын көңіліне тоқсанап, күте берді сағат санап, сәт санап. Кейде аусар тағдырынан ала боп, көкірегінде маздап, ұйтқып жанады от. Тым құрыса Құдай-ай, алданы шығып отыратын бала жоқ. Артса да үміт бір күннен соң, бір күнге, жалғыз жанға жараспайды күлкіңде. Болмады ғой, болмаған соң ақыра, көрші қартқа ерге шықты бір түнде. Сол түн тыныш ұйықтады, жаңа үмітін жағып бір кеудесіне қанағаттан тағып гүл. Ал таңертең арман болған күйеуі терезені қағып тұр. Ғайша сорлы күйіп кетті, бұл қорлықты көргенде. Тастай қатып қалды тілсіз, естен тана үдіріп. Сонан кейін шашын жайып жіберіп күйеуінің аяғына құлады. Құлап жатып ағыл тегіл жылады, жылап жатып зарлады, өзін өзі жерге соғып қарғады. Махаббаттың құм секілді мінезі жоқ сырғыма, жүрегімен көп онық жеп алданып. Ғайша кенет орнынан сүйретіліп тұрды да, бір ғана ой табан түреп түбірлі. Ту еңісте тасып жатқан долданып, асау ақсу өзеніне жан ұшырды, жүгірді. Бағаласаң махаббатты бағала, бағаласаң махаббатты бағала. Сәлден келген сорлының орамалы ғана жатты жағада. Өлеңді оқыған Қанат Айтөби. Құрметті оқырман, қадірлі әдебиет сүйер әлеумет. Менің Сырлы сөз YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.